Ассаламу алейкум достарым. Әскер блог арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі хабарымызда біз әлемдегі ондыққа кіретін мықты деген танкілердің салыстырудың екінші бөлімін бастаймыз. Ендеше кеттік. 5-ші орында Меркава МК-4М Израильдің басы ұрыс танкісі. Бірінші сериал танк Меркава МК-1 1979 жылы шығарылады. Меркава МК-4 бұл соңғы модификация. Ұзақ уақыт бойы Израиль аймақтағы соғыста шетелдік танктерді қолдануға мәжбүр болды. Бірақ аймақтағы әскери ахуал өзінің меншік танкісі Меркаваны дамытуға мәжбүр етті. Меркава танкісін жасау бағдарламасы 1970 жылы тамыз айында Ұлыбритания Израильге өзінің Чифтен танктерін сатудан бас тартқаннан кейін қабылданады. Жобалау жұмыстарын генерал-майор Исраиль Тал деген кісі басқарады. Бір ерекшелігі бұл Тал дегенің инженер емес, бұл әскери офицер. Израильдің аймақта жүргізген барлық басқыншылық соғыстарына қатысқан адам. Танктың болат макеті 1971 жылдың сәуір айының өзінде жасалып бітеді. 1972 жылы қайта жасалған Центурион танкісіне мотор трансмиссиялық бөлімшені алдына орналастыру тұжырымдамасы әзірленеді. Сонымен 1974 жылы желтоқсанында алғашқы 2 прототип жасалады. Алғашқы сериялы 4 танк 1979 жылы сәуірде Израиль қарулы күштеріне беріледі. Және сол жылдың қазан айында Меркава МК-1 деген атпен ресми түрде армияға қабылданады. Танк бастапқыда танк пен БТР-дің тіркесі ретінде ойластырылған, сондықтан қозғалтқыш пен трансмиссия корпустың алдыңғы жағында орналасқан. Сол жақта механик жүргізуші үшін орын қалдырылған, ал артқы жағында 6 десантшыны тасымалдауға арналған бөлім бар. Танкінің артқы жағында сауыт есік бар. Ол танкіге мінуге және қиын жағдайда экипажға танкты тастап шығуға мүмкіндік береді. Бұл танкінің салмағы 70 тонна, экипажы 4 адам. 2001 жылдан бастап шығып жатыр. Пайдалануға берілген уақыты 2004 жыл. Саны бүкіл модификациясының барлығын қосқанда 1970 дана екен. Басты оператор Израиль. Израиль бұл танкін шетелге сатып жатқан жоқ. Сауыты құйылған болат 4-ші буынды аралық модульді снарядқа қарсы. Басты қару 120 мм МЖ-253 тегіс ұңғылы зембірек. Сондай-ақ бұл зембіректен танкіге қарсы басқарылатын зымыран мен атуға болады. Сондай-ақ танкіге қарсы басқарылатын зымыран кешені лахатпен жабдықталған. Оқ дәрісі 48 дана, көздеу құралы наводчик дневной ночной, тепловизиялық нысананы автомат түрде сүйемелдейтін және командирдің панорамалық дневной ночной тепловизиялық нысананы автомат түрде сүйемелдейтін көздеуішпен жабдықталған. Резервте оптикалық ик көздеуіштер тағы бар. Пулеметтары 2 7,162 мм FN Mag бельгиялық пулемет және 1 12,7 мм M2 HB Браунинг-пен жабдықталған. Сондай-ақ 60 мм минометпен тағы жабдықталған. Двигателі General Dynamics америкалық дизель турбозарядпен 1500 аттың күші бар. В тәрізді 12 цилиндрлі, жылдамдығы 60 км/сағ жүріп алады. Меркава МК-4-тің 28% деталі шетелден әкелінеді екен. Израильдік белсенді танк қорғаныс жүйесі трофеймен жабдықталған. Төртінші орында Challenger 2 Ұлыбританияның негізгі ұрыс танкісі. Бұл танкіні британиялық Vickers Defence Systems компаниясы шығарады. Ол Challenger деп аталатын Ұлыбритания тарихындағы 3-ші танк. Біріншісі Challenger A30 болды. 76,2 мм зембірекпен жабдықталған Cromwell танкісінің нұсқасы. Екіншісі Challenger 1980 жылдардың басынан 90 жылдардың ортасына дейін Ұлыбританияның негізгі ұрыс танкісі болды. Парсы шығанағы соғысына қатысқан. Challenger 2 Challengerдің негізінде жасалғанына қарамастан, бұл түбегейлі жаңа машина. Бұрынғы модельден жаңа жабдықтар және компоненттермен ерекшеленеді. Тек бөлшектердің 5% ғана екі модельге ортақ. Қазіргі уақытта Challenger 2 Британ армиясының құрамында Challenger'лерді ауыстырды. Бұл танкінің салмағы 62,5 тонна, экипаж 4 адам. 1994 жылдан 2009 жылғы аралығында шығарылды. 95 жылдан бастап қарулы күштердің құрамында. Содан бері шығарылған 400 данасы шығарылған. Басты оператор Ұлыбритания 227 данасы бар және Оман әскерінде 38 данасы бар. Challenger 2 батыстағы ең ауыр танктердің бірі. Корпусы мен мұнарасының фронтальды көп қабатты біріктірілген Дорчестер сауытымен жабдықталған. Бұл Дорчестер туралы барлық ақпарат құпия болып табылады. Басты қару 120 мм L-34 ойық ұңғылы зембірек. Бұл НАТО-дағы жалғыз танк. Осы зембірекпен жабдықталған. Оқ дәрісі 52 дана.
двигателі CV-12 дизель 1200 аттың күші бар. Тегіс жолда 56 км сағатына, тегіс емес жолда 40 км сағатына жүре алады. Үшінші орында Қара Пантера. Бұл заманауи оңтүстік Кореяның негізгі ұрыс танкісі. 2014 жылдан бері қарулы күштер құрамында. Бұл әскери көлікті оңтүстік Кореяның қорғанысты дамыту агенттігі мен Ротем компаниясы жасаған. К-2 танкісі мен оңтүстік Корея басшылығы америкалық М-48 танкілерін ауыстырып, және К-1 танкілерінің паркын толтыруды көздеген. 2011 жылы оңтүстік Кореяның қорғаныс сатып алу агенттігі сынау үшін 15 тәжірибелі өндірістік К-2 танктерін сатып алған болатын. К-1 танкісі мен оның К-1А1 модификациясы солтүстік Кореяның басты танкілерінен басым болғанына қарамастан 1995 жылы принципиалды түрде жаңа негізгі ұрыс танкісін әзірлеу бағдарламасын бастау туралы шешім қабылданады. Бағдарламаның басты ерекшеліктерінің бірі дамуда өздерінің технологияларына сүйену туралы шешім қабылданады. Оңтүстік Корея дәстүрлі түрде америкалық әскери техниканың лицензияланған өндірісіне сүйенген болатын осы уақытқа дейін. Сондықтан жақын уақытқа дейін корейліктер халықаралық әскери көрмелерге байыпты қатыса алмады. Қара Пантера танкісі бұл оңтүстік Кореяның әскери техника шығару жөніндегі жаңа беті болып саналады. Бұл оған халықаралық көрмелер мен салондарға сәтті қатысуға мүмкіндік береді. Жобаның бюджеті 11 жыл ішінде $230 миллион құрады. Бұл танкінің салмағы 55 тонна, экипажы 3 адам. Шығарушы Hyundai Rotem компаниясы 170 данасы шығарылған осы уақытқа шейін. Басты оператор оңтүстік Корея мемлекеті. Сауыты бұл танкінің біріктірілген снарядқа қарсы динамикалық қорғаныс жүйесі нерамен жабдықталған. Бұл танк 120 мм германиялық Rheinmetall компаниясының тегіс ұңғылы зеңбірегімен жабдықталған. Оқ дәрісі 40 снаряд және танкіге қарсы басқарылатын зымыран кешені кыстаммен жабдықталған. Екінші орында М1 Abrams Америка құрама штаттарының негізгі ұрыс танкісі 1980 жылдан бастап шығып жатыр. Генерал Крейтон Абрамстың құрметіне Абрамс деп аталған. Әлемдегі ең танымал танктердің бірі. Неміс Леопардының бауыры және оның басты бәсекелесі. Екі танкте бір МВТ-70 ортақ жобасынан шыққан. Германия мен Америка құрама штаттары күш біріктіріп бірыңғай негізгі танк жасағысы келеді. Бірақ жұмыс барысында келіспеушіліктер пайда болып, жолдар екіге айырылды. Бірақ осы жоба негізінде М1 Abrams пен Leopard 2 жарық көреді. Бұл көліктер компоновкаларымен, идеяларымен және тіпті сыртқы бейнесімен де өте ұқсас. М1 Abrams заманауи біріктірілген уран керамикасынан негізделген ең жаңа сауытпен жабдықталған. Оқ дәрісі мұнара қуысында үрлеу панельдерімен сақтаудың бастапқы схемасы экипажға снарядтар жанып кетсе де тірі қалуға мүмкіндік береді. М1 Abrams Америка құрама штаттарының армиясы мен теңіз жаяу әскерінің сапында тұр. Сондай-ақ Египеттің, Австралияның, Марокконың, Сауд Арабиясының, Кувейттің, Ирактың және Жаңа Зеландияның әскерінде тұр. Абрамстың салмағы 63,1 тонна, экипажы 4 адам. Шығарушы General Dynamics компаниясы 81 жылдан қарулы күштердің сапында 10.288 данасы шығарылған. Белсенді қорғану жүйесі ANVIL Q6 MCD мен жабдықталған. Динамикалық қорғаныс жүйесі аратпен жабдықталған. Корп Мил A11356 техникалық сипаттамаларына сәйкес болат сауыт негізгі құрылыс материалы және бронды қорғанудың сыртқы қабаты ретінде қолданылады. Корпус пен мұнараның алдыңғы бөліктерінде, сондай-ақ мұнараның бүйірінде көп қабатты пассивті брон британдық Чопхэм сауыты негізінде жасалған құрама сауыт модельдері түрінде қолданылған. Басты қаруы 120 мм М256 тегіс ұңғылы зеңбірек германиялық Rheinmetall корпорациясының өнімі. Оқ дәрісі 42 дана. Көздеуішінің негізгі көздеу құралы лазерлік қашықтық өлшегішпен біріктірілген манипуляциялық перископты. Және М1 Abrams'тың соңғы модельдері израильдік белсенді қорғаныс жүйесі трофеймен жабдықталып жатыр. Бірінші орында әрине бұл Leopard 2, Германияның басты ұрыс танкісі. Бұл танкінің осы уақытқа дейін
3563 данасы шығарылған. Германияның, Голландияның, Австрияның, Түркияның, Норвегияның, Швецияның, Швейцарияның, Испанияның, Данияның, Грецияның, Финляндияның және басқа да мемлекеттердің қарулы күштерінің сапында тұр. Германия танк жасаудың ең көне және көрнекті мектебіне ие мемлекет. Ал 70-ші жылдардың соңында техникалық сауатты немістер жасаған Leopard 2 сол уақыттағы ең жақсы танктердің біріне айналады. Оның алдындағы Leopard 1 танкісінің ату қуаты, қорғану құралдары нашар болды. Ол 70-ші жылдары пайда болған жағдайлармен тең дәрежеде күресе алмады. Leopard 2 соңғы Rheinmetall 120L44 тегіс ұңғылы зеңбірекпен атысты басқарудың жетілдірілген жүйесімен жабдықталған. Атысты басқару жүйесі әртүрлі тәсілдермен түсіруге арналған көптеген мәліметтерді өңдейді. Нысанаға бағыттап оны ату үшін зеңбірекші тек нысанды таңдап, оған маркер қою керек. Жасырынған нысандарды анықтауға жылу сәулесіне әрекет ететін арнайы сенсорлы қондырғы көмектеседі. Бұл танкі тегіс емес жерлерде жүріп келе жатып, қозғалатын нысандарды атуға қабілетті. Сондай-ақ бұл танкі қалың құрыш сауытпен және 1500 аттың күші бар дизельді қозғалтқышпен жабдықталған. Leopard 2-ның сәтті болғаны соншалық, оны әлемнің 20-ға жуық елі өздерінің қарулы күштеріне қабылдады. Абрамспен бірге Leopard 2 15 елдегі НАТО блогының негізгі ұрыс танкісі болып табылады. Және Leopard 2 шығарылғаннан бері 30 жылдан астам уақыт өтсе де үздіксіз жаңарып отырады. Достар, осы видео ұнап жатса, лайк басамыз және қоңыраушаны басып қоямыз. Осы арнаға жазылыңыздар.